Тағы да үйде қонақ күтемін. Бұл жолы өзімнің жалғыз әпкем келеді. Ол кісі де Рудный қаласынан 2 күнге қыдырып келе жатыр. Соған тез-тез әдемі дастархан дайындаймын. Жұмыстан қайтарда магазиннен анау-мынау ала келдім. Уақыт аз, сондықтан киім ауыстыруға да үлгермедім. Ең бірінші жұмыстың жеңілінен бастап жемістерді жуып тарелкаға салдым. Осы жемістерді алып жүрген кезде құлпынай жегім келіп кетеді ғой. Сонымен онтты ала салдым. Жанына аз болып қалмасын деп, әдем болып тұрсын деп манго-онтты ала салдым. Екеуі әдемі үйлесе кеткен сияқты, сары мен қызыл. Сосын қонаққа барғанда көрген оңай әрі дәмді шығатын салатты жасадым. Тауық еті, салат жапырағы, көк пияз, керешке, майонез, соленый огурцы. Болды, салат дайын. Ал шайға осындай дайын микс ала салдым. Сосын жанына дәмді дәнектер, шайдан соң әңгіме айтып отырып шағатын семеч, ал ыстық тамаққа маринадтың ең дәмді шашлыктары. Барлығы дайын, енді тек дастарханға қою ғана қалды. Өзіміз болғандықтан залға емес, кухняға дайындадым. Өзіме де кейін жинауға оңай болады. Сонымен дастарханым қалай болды, комментарийге жаза кетіңіз.